сәлеметсіздер ме көрермендер? Бүгінгі менің сіздерге айтайын деп отырған пайдалы кеңесімнің бір түрі бұл тіс ауруының алдын алу. Егер де қажет деп тапсаңыз, сіз лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Болмаса подписки бөліміндегі менің подписчиктарымның санын көбейтіңіз. Рахмет сіздерге. Сіздермен бүгін Гүлзира. Бүгін тіс ауруларының алдын алу немесе оны болдырмау жолдарына көңіл бөлгенді тырысып сіздерге көбірек мағлұмат беруге жөн көріп отырмын. Енді мына тіспен біз күнделікті айналысамыз ғой. Күнде айналысамыз, тісімізді деген әрлейміз, тісімізді жуамыз, тазалаймыз. Бірақ тісіміздің өзіне көп мөлшерде біз уақыт бөлмейміз. Себебі тісімізді біз күнде ұмытып кетеміз. Оны біз өзіміз көрмейміз. Тісімізге біз жақын емеспіз. Ол тісімізбен біз күнделікті қажетті біз емімізді ішімізге түсетін аламыз, яғни тамағымызды аламыз. Яғни қажетті құнарлы тәбетімізді ашқан тамақтарды жейміз, ішеміз, сусындарды, витаминдерді тағы ішке кіргіземіз. Бірақ солардың барлығын уақтап, шайнап, аузымызға әрі қарата асқазанымыздың жақсы жұмыс істеуі үшін бізге дайындап беретін осы тіс. Тістерімізге жақсы күтімді біз бала күннен бастауымыз керек. Бала күннен бастап біз тісіміздің қатаюына, оның кариесінің жоғалмауына, кальцийінің көптігіне мән беруіміз керек. Сондықтан тіске көбірек мән беруіміз керек. Тіске біз біріншіден тек қана мән береміз. Тісіміз қатты ауырып, ол тіс ауруы тек қана кешкі мезгілде басымырақ болады. Жанымызды қоярға жер таппай, көршілерімізден ақыл сұрап, туысқандарымыздан ақыл сұрап, қандай жолмен біз емдеуге болады деп барлығымыздан бір-бірімізге ақылшы болып кетеміз. Кімде қандай ақыл бар? Тісім ауырып өлтіріп бара жатыр, мына тісім ауырып бара жатыр. Қазір енді түнде тұрғанда шығып істейтін саған стоматолог та жоқ, жұлып беретін тісіңді тағы стоматолог жоқ. Емдей салатындай дәрі жоқ қолда. Не істеріңді білмей, жаның қоярға жер таппайсың. Оны мен өзімнің басымнан да өткізгенмін, отбасы мүшелерінде де болған. Сондықтан бұл ең глобальный нәрсе ау деп ойлаймын. Сосын көбіміз бала күнімізде есімде қалғаны, тісіміз қатты ауыра бастаса, үлкен адамдар айтатын. Ана ас содасын алып, 2 қасықты 1 стакан суға салып, ішін айналдырып, шайқап, ас содасын езіп, аузыңды қайта 1 минуттың ішіне шая бер, содан тісің ауру басылады дейтін. Одан кейін тұзды суды қайнаған суға, жылылау суға тұзды 2 қасық салып алып, не болмаса тұзын көбірек сал дейтін да бізге үлкен кісілерімізден. Көбірек салса, сөйтіп шайқап, жылы сумен тісіңді қайта шая берсең, тісің ауырғаны басылады дейтін. Одан 3-ші методы сарымсақ. Қазіргі күнде өзіміз тамаққа қолданып жүрген чеснокты үлкен кісілеріміз айтатын. Осы чеснокты кішкене бөліп, тісіңнің жанына қой, не болмаса қолыңа байлап ал дейтін. Не болмаса иіскеп жат қасыңа қойып деп. Бірақ енді бұл народный лечение дейді ғой, енді халық емінің бір түрлерінің бірі. Сондықтан оны да не істеуге көңіл аудармауға тағы болмайды. Себебі олардың кейбіреуінің шынымен өзінің бір әсері бар, кейбіреуінің әсері жоқ. Себебі ол адамның өзінің организміне байланысты. Бірақ енді бұл қазіргі мезгілде стоматолог егерде тісіңіздің қатты бір өңезінде, ауыз қуыстарындағы бір аурулары болса, міндетті түрде стоматолог дәрігерге барып, тіс дәрігеріне барып көрінуіңіз керек. Олардың міндетті түрде кеңесін алуларыңыз керек. Олардың міндетті түрде рецептісі бойынша, не болмаса олардың өздерінің айтуы бойынша тісіңізге қажетті жағдайлар жасауыңыз керек. Егерде тісті емдемесеңіз, тіс мына бастың жүйкесімен, миымен, мойынмен, мына бүткіл денеңіздің бәрі тіс ауырса, бүткіл денеңіздің бәрі ауырғандай болады. Сондықтан тіске өте қатты мән беріңіз. Мына тісіңіз сізді өмір бойы мына аузыңыздағы келіп жатқан тамақтардың бәрін шайнап,
кәдімгі уатып, ішіңізге дайын қылып береді сіздің мына асқазаныңыз әрі қарата жақсы қорытатындай қылып. Сондықтан мына тісті біз күнделікті 4 минут, таңертең 2 минут, кешке 2 минут шайып тұрғанға біз міндетті түрде көңіл бөлуіміз керек. Ол тісті шаю міндетті әрбір азамат үшін, адам үшін. Себебі ауыз қуысында жиналған неше түрлі бактериялардың бәрі, кислоталар түнімен жиналып қалған, күндіз тамақ жегеннен жиналып қалған неше түрлі кислотардың бәрі ауыз қуыстарында тұрады. Ауыз қуыстарында ол бактерияларды көбейтеді. Сол бактерияларды жоюға оны тежейтін тіс пасталары. Тіс пасталары ол таңертеңгілікте өзіңіздің бір көңіліңізге жағатын тіс пастасымен таңертең 2 минут, кешке 2 минут жатарда шаюыңыз керек. Кейбір адамдар жатарда тісті жуып алады тіс пастасын. Одан кейін міндетті түрде ауыздың сумен стаканға су құйып алады, ауыз қуыстарын шайып, қылқ деп шайып, оның ішіндегі бағанағы тіс пастасының тіске салған кішкене свежесть бір әсері бар ғой, соның бәрін шайып, іште қалған емдеуге тұрған кариестің ішіндегі бактерияларды, микробтарға дайындалып жатқан тіс пастасының әсерін сіз сумен шайып жібересіз. Сондықтан тіс пастасынан кейін міндетті түрде сумен шаюға болмайды. Тамақтың бәрін жеп, кешке жатардың алдында, ұйықтардың алдында тіс пастасымен міндетті түрде жуу керек. Сондықтан тіс пастасын таңдауда да адамның өзі бір көңіліне жағатын, сеніміне шығатын және адамның өзіне ұнайтын, денсаулығына пайдалы тіс пастасын таңдау керек. Тіс пастасын таңдауда адам химиялық қоспасы бар тіс пастасын таңдамау керек. Міндетті түрде табиғи, тағы да айтамын, табиғи жолмен жасалған тіс пастасын таңдау керек. Ол пасталардың құрамында бояғыштар жоқ және химиялық қоспалар жоқ. Химиялық қоспалар болмағандықтан тісіңіздің тітіркендіргіш сезімдерінің бәрі орында болады және бактериялардың түнімен дамымауына, мына өңезіңізде жаман аурулардың, иек ауруларының дамымауына ол тежегіш болады және қорғаныш болады. Сондықтан сіз осы тіс пастасын таңдауда үлкен назар аударыңыз, көңіл аударыңыз. Ол біздің бірден бір, біз күнделікті өмірде байқамаймыз. Күнделікті өмірде біз нені ала салайық, мынау американский, анау бір нәрсені кейін, мынау китайский деп ала саламыз. Қазір кезде тіс пастасының өте түрлері өте көп. Бірақ соның ішінде адам таңдауға өздерінің миларында күнделікті жатталып қалған, жаттанды, күнде жарнама жасалып жатырған тіс пасталарын алады да, табиғи пасталар ол тасада қалып қояды. Сондықтан ол табиғи пасталарды міндетті түрде адам өзінің денсаулығы үшін, өзінің ішкі ағзасындағы органдардың дұрыс қызмет атқару үшін міндетті түрде сондай паста таңдау керек. Мен мысалы өз басым, отбасыммен LR компаниясының, неміс компаниясының өнімін қолданамын. Яғни мен неміс пастасының осы алоеден жасалған өнімін қолданамын. Мен даже оларды мен үйде үшеулеп алып қоямын, себебі біздің отбасымызда жақсы қолданамыз. Тісіміз ауырыңқырап жатса, осымен жағып қоя салсаңыз, мынандай коробкада болады. Осындай коробкада міне. Мен бұны жарнамалап жатырған жоқпын, жарнама жасап жатыр деп ойламаңыз. Бұл менің өзім күнделікті қолданып жүрген менің тіс пастам. Сондықтан бірден бір мен өзім жақсы көретін және тісіме өте көмек беретін тіс пастасы болған соң айтып отырмын. Және бұны мен сіздерге түсі де жақсы. Міне алоеның өзінің түсі анық көрініп тұр. Бұл жерде мен не айтайын деген едім? Көп пасталардың барлықтарының біреуінің қызыл түсі, біреуінің көк түсі, біреуінің қара түсі болады. Ол түстер сіздің пастаңыздың құрамына ешқандай әсер бермейді. Пастаның түсі міндетті түрде ол шынайы өзінің табиғи түсі болу керек. Қандай нәрседен жасалса, сондай нәрсенің түсі болу керек. Яғни бұл алоеден жасалды, міне алоеның түсі бар. Яғни алое жасыл ғой. Алоеның түсі бар міндетті түрде.
Сондықтан ана көгі бар, қызылы бар, сарысы бар, жасылы бар, тағы басқа тіс пасталарының түрлеріне мән бермеңіз. Олардың бәрінде, яғни қоспалар бар деген сөз. Химиялық қоспа мына біздің иектеріміздің ауруларын одан әрі қарата өршуіне апарады. Сондықтан сіз тіс пастасын таңдауда тіс ауруының алдын алып, және оны болдырмауға жол ашасыз. Және жан жағыңыздағы адамдардың ауруға ұшырамауын, органдарының, денсаулықтарының таза болуына бірден бір көмегін тигізетініңізге, септігін тигізетініңізге менің сенімім мол. Егер де сіз қандай мағынада бір ақпарат алғыңыз келсе, маған осы астыңғы комментарий бастамасына жазыңыз, топтамасына. Мен міндетті түрде сол тақырыпта сіздерге ақпарат айтатын боламын. Қазіргі уақытта осы каналымды жаңадан ашып, өзімнің ақпаратымды білетін сіздермен бөлісіп жатырғандықтан, сіздерден сұранарым, менің осы беріп отырған ақпаратыма лайк басыңыздар, немесе комментарий жазыңыздар, немесе маған подписчик болыңыздар. Менің тағы да беретін ақпараттарымнан қалып қоймаңыздар. Міндетті түрде подписка бөлімінде болсаңыздар, ең бірінші ақпаратты сіздер аласыздар, сіздер тыңдайсыздар. Рахмет сіздерге, көрермен болғандарыңызға. Ақпарат сіздердің назарларыңыздан шығып, қажеттеріңізге жарасын деп